Шаяндар күнделікті өмірде тұрақты әрі жұмсақ жандар. Олардың ең басты мәселесі қозғалыстың алдыға жылжудың маңыздылығын бәрін түсінгенімен бұрынғы қандай да бір дәстүрлермен қоштаса алмау. Сол бұрынғы мәселелердің жетегінде жүру, яғни қимастық. Оларда көп нәрсе ішкі жан дүниесіне бағытталған. Тек ішкі жан дүниесі тынышталғанда ғана олар сыртқа шығады. Өте эмоционалды және сезімтал. Негізі су стихиясындағы знак. Су бізде бұл адамның жады, яғни памяті, ішкі жан дүниесі және анасымен қарым-қатынасы. Олар қорғауды қажет етеді. Олар өздерінің ұялшақтығынан басқа адамдармен ара қашықтықты сақтайды. Тек адамдарды жақсы танып, сеніп, білгеннен кейін ғана ашылады. Өте сезімтал, іштей өздеріне қымбат сенетін адамдар үшін құрбандыққа баруға дайын. Шынымен шаяндарды көңіл күйдің адамдары десек те болады. Өте әсерлі, шынайы, мықты интуициясы бар, барлығын сөзсіз түсінеді. Бұрынғы неше жыл өткен оқиғаларды жадында сақтауы өте керемет, еш нәрсені ұмытпайды. Ең бірінші оларда отбасы. Отбасымен өте қатты байланыста. Олар музыканы жақсы көреді, сентименталды, ұсақ түйектерге көз жасын төгуі мүмкін. Біреулердің оларға кеңес бергенін ұнатпайды. Күнделікті өмірде ұсақ түйекке мән береді. Олар үшін кішкентай нәрселер өте маңызды. Олар сүйіспеншілікті жақсы көреді, бірақ шамадан тыс болмауы керек. Ең бастысы сезім. Егер сезім болмаса, ондай қарым-қатынас көпке созылмайды. Жауапкершіліктен қорқады, бірақ маңызды жұмыстарды нақты, сенімді, уақытында және сәтті жасайды. Көбінесе басқа жақтарға барса, үйіне қайтқысы кеп тұрады. Үйін қауіпсіз деп есептейді. Өздеріне жайлы кеңістік жасағанды жақсы көреді. Шаяндар үшін өзіне ыстық және жайлы, өзін күтіп отыратын жылы үйі болуы өте маңызды. Табиғаты бойынша, егер олардың сезімдері жараланбаса, олар бейбітшілікті жақсы көретін адамдар. Олар көбінесе қисынсыз болып көрінуі мүмкін, өйткені олар көңіл күйге өте тәуелді жандар.